Армысыздар, менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге қарғысқа қалғандар деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Нарықтық экономиканың қарқындап тұрған шағы, шағын кәсіпкерліктің тұсауы шешілмей, кібіртіктеп, қолы жеткендер банктер арқылы ауқымды несиелер алып жатқан сол бір шақта өзгелердің дүниесіне көз алартушылар аз болмады. Базардың жазылмаған заңы баюды ғана көздейтіні мәлім. Мұны түйсінгендер түпсіз ақша қуудың соңына түседі. Сол жылдар Александр Ким есімді кәріс азаматы базардың ыстық суығын бір кісіде-ақ көріп Қытай асып, Қырым басып жүрген алпауыт саудагерлер қатарына ене бастаған еді. Ол бағалы бұлғын терісін, алтын мен күміс сату арқылы қомақты қаражат жинап үлгерген болатын. Александр парахолкада бірнеше жерден саудан орындарын ашып, өз саудасының көрігін қыздыра түсті. Әрине, бақталассыз тағы болмасы белгілі. Оның жанған жұлдызын көре алмаушылар жетіп артылды. Қарапайым сауда жасап жүрген Ибрагим есімді дүнген жігіті киім-кешек сата баста жүріп, Александр және оның жұбайымен жақсы таныс болып алады. Кейіннен үйіне келіп, ағайынды адамдардай араласып үлгерді. Бірақ Ибрагим Кимнің азын-аулақ жұмыстарын бітіре жүріп, өзінің ішкі есебін әбден пысықтай білген болатын. Ол Александрдың үйінің қанша бөлмеден тұратынынан бастап, әрбір заттың қай орынға қойылғанына дейін жатқа білді. Ким болса өзінің әріптесім деп танитын Ибрагимнен аса қауіптене қоймайтын. Қаражат керек болса қарызға беріп тұратын. Алайда зымыстан ойлы досының кеудесін тарғыл мысық тырнап жатқаны ойы түгілі түсіне де кірмеген болатын. Көп ұзамай Александрдың жұбайы алыс шет елдің біріне алтын бұйымдар әкелуге аттанады. Сол сәтте базар маңын торауылдайтын аш бөрілерін топтастыра бастаған Ибрагим оларға үлкен бір жұмыстың басында тұрғандарын түсіндірді. Әркім өз міндеттерін білуі тиіс. Базарда жүріп олар тапанша, шолақ мылтық сатып ала бастады. Сыралғы танысы Кимнің әр қадамын аңдыған Ибрагим 1996 жыл желтоқсанда ши бөрілерін ертіп, оның Түрксіб ауданындағы Гете көшесіндегі үйін торауылдауға аттанады. Зәулім дуалмен қоршалған үйге олар асып кіре алмайтын болған соң қожайынның келуін күтті. Үй маңындағы терек талдар ығында отырған олар денелерінің аздаған дірілін жеңу үшін арақ ішуді құп көреді. Осы сәтте Кимнің үйінің маңына келген 12 жасар қызды Света деп дауыстап, сәл бөгеліңкіреп қайта бұрылады. Қыз ұзап кеткенше соңынан қарап тұрған қарақшылар өздерінің қауіптерінің негізсіз екендігіне көз жеткізгендей жайбарақат қайта жайғасты. Кешке қарай базарларды шарлап, үйіне джип көлігімен оралған Александрдың қарасы көрінді. Ибрагим өзінің шибөрлеріне қандай жағдай болса да бет перделерін шешпеуін талап етті. 4 адамнан тұратын қылмыстық топтың есебінше Кимнің үйінде ең кемі 100 мың ақш доллары көлемінде ақша болуы тиіс. Оның жұбайы тауарға ең кемі 10 мың доллар ақша кету мүмкін деп томпішкен Ибрагим бүгін олжалы ораламыз деп қиялдады. Қақпасынан еніп көлігінен түсе бастаған Александрды үйге еніп үлгерместен қолға түсіруді ойлаған Ибрагим жандай шаптарына бұйырып жібермеңдер деп айғай салды. Мұны естіп қалған Александр үйіне қарай бар екпінімен жүгіре жөнелді. Жан-жағынан ентелей қоршаған қарақшы топ Ким үйіне кіріп үлгерместен табалдырықта қолға түсірді. Үйге кірген бетперделі топты көрген Александрдың 5 жасар ұлы мен 12 жасар қызы қатты қорқып кетті. Өтінем, қызы мен балама тиіспеңдер деген Кимнің жалынышты үнін құлақтарына қыстырмаған Ибрагимнің қарақшы тобы үйдің астан-кестеңін шығара тінтей бастайды. Ибрагимнен басқалары Александрдан ақша жасырған жерін көрсетуін сұрады. Алайда Ким картинаның артындағы сейфті көрсеткенімен оның құпия сандарын білмеймін деп қасарысып бақты. Қылмыскерлер оны әбден ұрып соғып ақшаны бәрібір алмай қоймайтындарын қайталаумен болды. Балалар бөлмесінде қамалып отырған кішкентай Юра мен 12 жасар Светаның бөлмесіне енген Ибрагимге қарақшының бірі «Қыз сені танып қойды» дегенді емеурінмен түсіндірді.
өз көзін жеткізбек болған ол Светаның қасына тақау келді. Қыз Ибрагимге тесіле қарап, сіз Яша ағайсыз ғой, мұныңыз не? Мен полицияға хабарлаймын деп қалды. Расымен Александрдың балалары мұны Яша деп атайтын. Арамдық пен айырлықтан пәк қыздың жүрегі бір сұмдықтың боларын сезсе де қаймықпай, жауыздықтың жүзіне тура қарай білді. Санасы тұнық қыздың есінде Ибрагимнің жүрісіндегі ұқсастықтар дәл сақталып қалғандай. Өзінің қылмыстан соңғы зор жауапкершіліктен қатты қорыққан Ибрагим жүрегі дір етпестен қыздың кеудесіне кездігін бірнеше мәрте бойлатып жіберді. Жауыздығы мен арамдығы басым тұл дүниеден аттанып бара жатқан өрімдей қыздың соңғы айтқаны қарғыс атсын болды. Бұл кезде өзге қарақшы топ темір сейфтің есігін сом темірмен бұзып ашып жатқан болатын. Ибрагим кішкентай Юраның қол-аяғын матап, көзін байлап, қалың көрпеге көміп тастап, ас үйдегі Александрдың жанына келеді. Жандай шаптарына өлтіріңдер деп белгі береді. Кеуде тұсына бірнеше жерден пышақ ұрған жауыздар, ол азаптанып жан тапсырғанша қарап тұрады. Сейфте шамамен 100 000 доллар ақша бар деген олардың жорамалы теріске шықты. Сейфте небәрі 30 000 доллар жатты. Қалған ақшаларын киім әлденеден секем алғандай банкке салып тастаған болатын. Бір отбасын жайратып салған олар сыртқа беттейді. Осы сәтте Ибрагимнің есіне 5 жасар бала түседі. Ол не білер дейсің деп сыртқа беттеген ол, шибөрілеріне бой тасалай тұрыңдар деп аз-маз ақша беріп жан-жаққа кетеді. Ымырт түсе бастаған шақта бұлқына байлаудан босаған 5 жасар Юра әкесі мен әпкесінің мәйіттерін көре сала қатты айғайлап көршілерге жүгіреді. Көрші қолаңа киімнің аңғарадай үлкен үйіне кіре бере сұмдық көрініске куә болды. 12 жасар Света мен Александрдың азаппен өлтірілген мәйітін тауып алған олар жедел жәрдем мен полицияға хабар береді. Көп ұзамай оқиға орнына келген құқық қорғаушылар қарулы шабуылдың басты кейіпкерлерін іздеуге кіріседі. Алайда бірде-бір куәгер адам таппай, аз-кем уақыт ұттырып алады. Тығырыққа тірелген полиция қызметкерлеріне өзі келген 12 жасар Оля есімді қыз сол оқиға болатын күні құрбысы Светаға келіп, жолыға алмай қайтып бара жатып, түсі су ағайларды көргенін айтады. Олар арық маңында арақ ішіп отырған дейді қыз. Көп ұзамай күдіктілердің көмескі бейнесі қылаң бере бастады. Сауда төңірегіндегі киімнің таныстарын сүзіп шығу барысында Ибрагимнің де дерегі анықталды. Түк білдірмейді-ау деген 5 жасар Білмейді-ау деген 5 жасар Юрадан суыртпақтап сыр тартып көрген тергеуші аң-таң қалды. Сол күні үйлеріне маскалы төртеу кіргенін, біреуін Яша ағайға ұқсатқанын жайып салып қарап отыр. Оны біресе әпкесі Света анық танығанын айтты. Балаға бірнеше Яшалардың суретін көрсеткенде, Ибрагимнің суретін ұстаған бала міне Яша ағай деп нұқып тұрды. Енді уақыт ұттырмай, қарақшылардың жүрген жерін анықтап тұтқындау ісін қолға алу ғана қалды. Бірақ ізім қайым жоқ болған Ибрагим Яшаны ұстау ұзаққа созыла берді. Іздестіру жұмыстары 2 жылдан астам уақытқа жалғасты. Алматыда жоқ болып шыққан оны көршілес қалалар мен республикалардан іздестіру қолға алынды. Жан-жаққа іс-сапарға шыққан уәкілдер Ибрагимді Тараз қаласына 1998 жылы қолға түсірді. Ал өзге қарақшы топ мүшелері Алматы базарларынан тұтқындалды. Бұдан соң қатыгездік шеңберінен аттап, 2 кісі өлімін жасап, көптеген қарулы шабуылдар ұйымдастырған қылмысты топта ауыр жаза күтіп тұрды. Тергеу кезінде өзінің қиналып жүргенін айтқан Ибрагим Яша көзін жұмса болды марқұм болған Светаның көз алдына келіп маза бермеген жеткізген көрінеді. 1999 жылы Алматы қалалық сотында Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының араласуымен үкім оқылды. Ибрагим мен оның 2 серігіне өлім жазасы тағайындалса, қалған топ мүшелеріне 20-25 жылдан қатаң тәртіпте жазасын өтеуге үкім шығарылды. Алайда бұл қылмыс Алматыдағы аса ауыр қылмыстардың соңы болған жоқ. Мұнан соң да сұмдық сюжеттерден құралған жауыздықтар көптеп орын алды. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.